Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер менің каналым сіздерге пайдалы болып жатса, тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен қысқа, әрі балғын, әрі дәмі сақталған помидорларды қатырудың әдісімен бөлісемін. Ол үшін помидорларды алып, жуып, тазалап аламыз. Одан соң шағын бөліктерге бөлеміз. Дайындап алған қызанақтарымызды блендердің көмегімен немесе ет тартқыштың көмегімен айналдырып аламыз. Мінекей осылай не блендерде, не ет тартқышта айналдырып дайындап алған қызанақтарымызды ыдысқа құйып аламыз да, оның үстіне 50-60 мл сұйық май құямыз. Естеріңізде болсын, сұйық майдан басқа ештеңе де қоспаймыз. Не тұз, не бұрыш, не приправа, не уксус ештеме қосылмайды. Сондықтан да помидорымыздың балғын дәмі сақталады. Енді отта бұны 20 минут қайнатып аламыз. Қайнатып алған помидорларымызды кішкене салқындатып, одан соң осындай қалыптар дайындаймыз. Менде мынау кекстардың силиконовый формалары, одан соң осындай қалыптар алдым. Осы қалыптарға құйып, тоңазытқышта, яғни морозильникте қатырамыз. Қатырып алғаннан кейін, мына қалыпқа салған қызанақтарымыз олар сол қалпында тұра береді. Ал мына силиконовый формадағы қызанақтарымызды қалташаларға салып, одан соң қайтадан тоңазытқышта сақтаймыз. Бұл помидорлар сіздерге қыстыгүні пицца жасауға, түрлі соустар дайындауға, түрлі дәмді тағамдарға қосуға, томаттың орнына таптырмас пайдалы өнім. Сондықтан да осыны дайындап сақтап алсаңыздар болады. Бұл әдіс сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Назар бөліп, көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.